Байтұрсынұлы атындағы орта мектебі алтын ордам. Жарқырар ұлы ғылым үміт алдан. Жалғасқан тарихының бүгіндегі армысың киелі ордам білімдегі. Бала шаққа болашақты жырлатып, шәкірттерге ой түзеткен сымбатты, күн нұрындай сәуле құйған көңілге, армысыздар ұстаздарым қымбатты. Армысың сен алтын ұям мектебім, саған айтар жыр алғысым көп менің, жүректерге жаққан білім шырағын, мектебіме арналады бұл әнім дей келе. Құрметті Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебінің ұжымы, ата-аналар, оқушылар, сендерді бүгінгі 2020-2021 оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Алтын ұя мектебім аялаған, бар балаға тәлім беріп, сая болған, үлкен жолға түсіріп шәкірттерін, жаманға да жақсыға да пана болған. Ашық болсын аспаным, жарқыласын көкте күн, жасан мәңгі асқалы алтын ұя мектебім. Алтын ұя мектебім аялаған, бар балаға білім беріп, сая болған, үлкен жолға түсіріп шәкірттерін, жаман да жақсы да пана болған. Менің мектебім, сағынып аңсап жетемін. Мектебім, сені күтемін, сені ойлап өтемін. Біздер үшін осы 90 болды сын. Естімедік қоңыраудың сыңғырын, мектебімді әсем үнмен тербейтін, естімедік балалардың шуылын. Борды алып, тақтағада жазбадық, суреттерді түрлі түспен салмадық, тентектердің мезі еткен қылығын кей сәттерде еске алып аңсадық. Ерте тұрып телефонды ұстадық, балаларды ұйқысынан тұрғыздық, партада емес үйде отырған баламен WhatsApp-пенен сабақтарын талдадық. Интернетке тақырыптар жүктедік, платформалар жүйесінде меңгердік, карантинде үйден шықпа деген соң қашықтықтан сабақ беріп үйрендік. БЖБ мен ТЖБ бар арада, тексеруде оңай емес алайда, білгеніміз үйде оқыған 1000 күннен 40 минут артық болды қалайда. Ата-ана болғанымен белсенді, мектеп кеме екендігін түсінді, ерке ұлдың оқыталмай сабағын, ұстаздардың еңбектерін ел білді. Міне осылай аяқтадық сабақты, орындадық заман қойған талапты, қиындықты жеңетұғын еңбекпен, себебі біз ұстаздарымыз жан-жақты.